Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар. Кезекті сабағымызда өздеріңмен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін мен азаматпын тақырыбын одан әрі қарай жалғастырамыз. Туған жерін сүйетін адам ешқашан жолынан адаспас. Оның қалауы болса, ел үшін, жер үшін өткелсіз судан өтіп, асусыз шыңға жетіп, аспаннан ай мен күнді алып беруге, керегі болса, жанында беруге дайын. Мұндай елжандылық сезім бізге бұрынғы ата-бабаларымыздың, ақын жазушы, батырларымыздың өнегелі тәрбиесінен келген. Бүгінде Кеңес одағының батыры, жазушы, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының парыздан биік шың жоқ деген қанатты сөзі сабағымыздың дәйек сөзі болып табылады. Парыздан биік шың жоқ. Бауыржан Момышұлы. Дәйек сөзді жаттап, ойға түйгендеріңді жақындарымен бөлісуді ұмытпаңдар. Сабағымызды әрі қарай жалғастыру үшін Айса Хамзеұлының Азамат әңгімесін тыңдауға шақырамын. Азамат. Айса Хамзеұлы. Балық аулауға бармақ болып келіскен Болат пен Серік бүгін ерте оянды. Ауылдың сыртындағы Қамысты өзенінің иіріміне келді. Шөбі Белуардан келеді. Совхоздың егіс алқабы өзенді жиектеп өтетін. Жиектің ашық жерін тауып алып, балық аулауға дайындала бастады. Болат маңайға көз салып тұрған. «Ананы қара!» деп шошына дауыстады. Серік жалт қарады. Дәл қастарында үйіліп жатқан бидайды көріп, аңырып тұрып қалды. Жан-жақтарына қарап еді, қыбырлаған ешкім көрінбейді. «Жүр, ауылға тез жетіп, бастықтардың біріне хабарлайық», деді Болат. «Түнде аңдысақ қайтеді? Машинаның нөмірін білсек болғаны, мүмкін ұрыларды да танырмыз. Совхоздың адамдары болып қалар», деді Серік. Екеуі қараңғылық түскенде келіп, талдың арасында жасырынды. Ұрыларды аңдып отырды. Ұзақ күткендіктен шыдамдары таусылып, мазасыздана бастады. Қолдарын бір сілтеп, кетуге ыңғайлана бергенде жарық көрініп, мотор үні естілді. Екеуі бұғып жатып қалды. Машинаның жарығы үстерін жалап өтіп, бидай үйілген жерге келіп тоқтады. Машинаның нөміріне көзі түскенде Серіктің өңі бұзылып, не істерін білмей қалды. Көкесінің машинасы. Акты 2396. Дабырласып сөйлескендердің ішінен әкесінің даусын анық естіді. «Жүр, Болат, кетейік, мынау көкемнің машинасы», деп үрейлене сыбырлады. «Көкең ұры болғаны ма?» Болаттың сөзі өңменіне пышақ сұғып алғандай болды. «Ешкімге айтпа, жарай ма?» деген сөзі дауысы дірілдеп әрең айтты. «Жарайды» деген Болаттың сөзінен мүсіркегендік, аяушылық сезіліп тұрды. Ызаға булығып, қорланған Серік ауылға қарай жүгіре жөнелді. Баласының өңін көріп, таңырқаған анасына еш жауап берместен өз бөлмесіне кіріп, шешініп жатып қалды. Таңертең шай үстінде анасы: «Неге жүдеп отырсың? Бір жерің ауырып жүрген жоқ па?» деп еді. «Көкем ұры, түнде бидай ұрлады, біз көрдік», деді де құйған шайын сырғыта салып үйден шыға жөнелді. Анасының «Тоқта, қайда барасың? Саған не болған?» дегеніне де қараған жоқ. Ертеңінде таңертең «Ақылды менің құлыным» деген дауыстан оянып кетті. Көкесі басынан сипап, маңдайынан иіскеп жатыр екен. Көкесінің іс-әрекеті, ақыл-кеңесі, ақ жарқын күлкісі бәрі де алдамшы, жасанды болып көрінді. «Ой, айналып кетейін, мені ұры деймісің? Көкеңнің совхоз мүлкін ұрлағанын қашан көріп едің?» Жастықтан басын жұлып алып: «Өзен жиегіндегі бидайды ұрлаған кім? Оны түнде қайда апардың? Мені білмейді деймісің?» деп Серік жасаураған отты көзімен тесіле қарады. Көкесінің басын сипай берген қолын итеріп жіберіп, сырт айналып, солқылдап жылап жіберді. «Балам-ау, түсінсейші, сол күні біздің бөлімшедегілер көз байланғанша орды. Машинамен
қырманға бидай тасып таптау үшін бункердегі толған бидайды жерге төгуге мәжбүр болған. Келесі күні күндіз тасуға қолымыз тимеген соң түнде комбайндар тоқтағаннан кейін барғанбыз, деп көкесі түсіндіріп жатқанда, әлкен қайда деген дауыс шықты. Мен мұндамын. Бұл көкесімен бірге істеп жүрген машина айдайтын Жұман еді. Тез, жүрейік. Комбайндар астықты тағы да жерге төгіп кетер. Серік есік алдына шықса, машиналарына от алдырып жүргелі жатыр екен. Көкесі кабинадан басын шығарып, өскенде нағыз азамат боласың, балам, деп сүйсіне қарап жүріп кетті. Әңгіменің мазмұнын жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан талдап көрелік. Серіктің азамат бола бастағанын неден байқауға болады? Нағыз азамат болу қандай іс-әрекеттерден бастау алады деп ойлайсыңдар? Неліктен? Азаматтық парызды дұрыс орындау дегенді қалай түсінесіңдер? Азаматтық парызын дұрыс орындап жүрген қандай адамдарды білесің? Айтып бер. Өзіңді азаматпын деп санайсың ба? Неліктен? Ойыңмен бөліс. Балалар, сабағымыздың жаңа ақпараты ретінде Бауыржан Момышұлының «Отан сүйер ұлан бол» деген құнды сөзін алып келдім. Мұқият тыңдап, естеріңе сақтап алыңдар. Мен немере сүйіп отырған адаммын. Балаларды өте жақсы көремін. Сол балалардың, бүлдіршін балдырғандардың бақытты болашағы үшін сұрапыл соғыста ер азабын мейлінше көрген адаммын. Мен де адаммын. Жаралған сүйек, еттен арым бар. Намысым бар, жан тебіреткен. Қазақтың қарапайым бір ұлымын. Жанымды арым үшін құрбан еткен. Балаларыма, немере шөберелеріме айтар жалғыз тілегім, елді сүйер ұлан болыңдар. Өз халқыңа лайықты азамат болып өсіңдер. Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңді бекіту үшін шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Бауыржан Момышұлының парыз ұғымына берген түсініктерін оқып, талдаңдар. Екінші тапсырма. Азамат болу арманым тақырыбында эссе жазыңдар. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Мағжан Жұмабаев жырлағандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Сонымен, ұлттың бүгіні де болашағы тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, елін, жерін сүйетін азамат болу біздің басты парызымыз. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық, айналамызға сүйіспеншілік сыйлайық. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Алған әсерлеріңді жүректеріңе сақтаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.